Boxing Monthly басылымының тілшісі Майкл Монтера қазақстандық танымал боксшы Головкинге қандай кеңес берді. Тойында құны Астанадағы 3 бөлмелі пәтердің бағасына тең той көйлегін киген ару кім? Боксшы Қанат Ислам әріптесі Геннадий Головкин жайлы пікірін жайып салды. Әпкелі сіңлілі Жолдыбаевтар өздерінің ашық-шашық киінуін халыққа не деп түсіндірді. Димаш Құдайбергенов не жайлы армандайды? Танымал әнші Жанар Дұғалова өзінің ең басты арманымен бөлісті. Ол қандай арман? Осы сұрақтардың бәріне жауапты бүгінгі түсірілімнен алатын боласыздар. Boxing Monthly басылымының тілшісі Майкл Монтера отандасымыз Генаға Құрама Штаттарда қалай танымал болу жөнінде бірер кеңес берді. Қазір GGG көпшілік арасында танымал. Дегенмен бокс жанкүйерлерінің арасында оны танымайтындар да бар. ақш-та нағыз бокс жұлдызына айналу үшін оған танымал боксшымен жекпе-жекке шығу керек. Канеломен кездесу Генаға атақтылық алып келу мүмкін бе деп тұжырымдады маман. 6 мамырда Лас-Вегас қаласында Альварес пен оның отандасы Хулио Сезар Чавес кішкентайдың жекпе-жек өтеді. Альварестің айтуынша осы кездесуден соң боксшы GGG боксқа түсетін орта салмаққа өтеді. Альварес пен Головкин жекпе-жегі осы жылдың қыркүйек айында ұйымдастырылады деген болжам бар. Қазақстандық боксшы гимнастшы Лондон Олимпиадасының қатысушысы Анна Алябьева атақты дизайнер Найля Байкучукова жаратқан той көйлегімен тұрмысқа шықты. Дизайнер өзінің Instagram парақшасында тойда түсірген видеоны жариялады. 23 жасар қалыңдықтың сұлулығын сипаттап келген Найля Астананың қақ ортасы саналатын 3 бөлмелі пәтердің бағасымен тең келіншек көйлек деп әзілдесті. Көпшілік оқырмандарға әзілі ұнамады, оны талантсыз деп сынның астына алды. Анна Алябьева Азияның 5 дүркін, Азия ойындарының 2 дүркін чемпионы, Лондон Олимпиада ойындарының қатысушысы. Қазақстандық орта салмақта күреске түсуші боксшы Қанат Ислам американдық тілшілерге берген сұхбатында отандасы Геннадий Головкин жайлы пікірін білдірді. Гена бүкіл әлем мойындаған боксшы. Ол тек қазақ емес, бүкіл әлем жастары еліктеуге тұрарлық тұлға. GGG өте талантты боксшы. Онымен күреске түскен қарсыластары бірінші раундта өкіне бастайды. Оның салмағында оған тең келетін қарсылас жоқ. Иә, ол орта салмақтың патшасы деді Қанат. Болашақта екі қазақстандықтың арасында жекпе-жек болуы мүмкін бе деген сұраққа Қанат: біз қазақстандықтардың менталитетіндеміз. ақш, Мексика, Ұлыбританияның боксшыларына ұқсамайды. Мен Генаны ағам ретінде көремін, құрметтеймін. Біз бауырлармыз. Біз үшін ең бастысы Қазақстанның көрсеткішінің жоғары болуы. GGG қазақтың туын жоғары көтеретін батыр. Бір-бірімізбен төбелескеннен әрқайсымыз өз салмағымызда әлем мойындаған чемпион болғанымыз артығырақ деп жауап берді. Қазақстандық эстрада жұлдыздары апалы сіңлілі Жолдыбаевалар Instagram желісіндегі ашық киінген суреттері үшін елдің сынына көп қалуда. Олар бұл әрекеттерін өзінше түсіндіреді. Алтынайдың айтуынша оған назарды бірден аударатын ашық образдар көбірек ұнайды екен. Отандық басылымдардың бірінде мен жайлы салтанатты кешке ашық-шашық іш киіммен келді дегенді оқығанда таң қалдым. Мен негізі түнгі клубта өткен жабық кешке барғанмын. Ал мұндай кештерде жұлдыздар бір-бірін өз ерекше образдармен таңғалдыру үшін әртүрлі стильде киінеді деп ақталады Алтынай. Ал Камшат ашық-шашық киімдерді жайдан жай емес, белгілі бір образға кіру үшін киінетінін айтады. Біз ашық киімдерді саябаққа, қоғамдық орындарға кисек шу шығарса болады. Ал тып-тыныш киіп жүргенімізді сенсацияға айналдырудың не керегі бар, деді Камшат қыз. Танымал әнші Қытайда өткен Messenger байқауының жүлдегері Димаш Құдайберген президент Нұрсұлтан Әбішұлының қолдауы мен батасына алғысын айтты. Сонымен қатар әнші елбасымен өз армандарын бөлісті. Менің арманым үлкен сахнада жанды дауыспен концерт беру. Менің арманыма қолдау көрсетіп жатқаныңызға үлкен алғыс айтамын. Біз қазір әлемнің кез келген еліне барып байқауға қатыса аламыз. Қазақ елінен екенімізді мақтанышпен айта аламыз. Тәуелсіз және бейбіт өмір үшін сізге 1000 алғыс деп қорытындылады Димаш. Димаштың айтуынша ол тіпті Голливудтық фильмге саундтрек жазып үлгеріпті. Оған тек қана алға деп сәттілік тілейміз. Қазақтың ерке қызы Жанар Дұғалова жұлдыздар отбасы басылымда берген сұхбатында өзінің ең басты арманы жайлы сөз қозғады. Тілшінің жеке өмір жайлы қойған сұрағына Жанар: жеке өміріме қатысты сұрақтар жиі қойылады. Отбасылы болып, бала сүйетін жасқа келіп қалғанымды өзімде жақсы түсінемін. Бірақ отбасын құруым керек деп, жүрегім селт етпеген адаммен отау құрып кете алмаймын ғой.
шығармашылық адам болғандықтан махаббаттың менің өмірімдегі орны ерекше деп жауап берді. Ең аяулы арманым ана болу. Отбасымызда әкемнен басқа ер адам болмағандықтан болар. Әсіресе ұлдарымның болуын армандаймын. Бала Алланың берген сыйы. Мен негізі өте балажан адаммын, деді танымал әнші. Осымен бүгінгі көрсетілім аяқталды. Қазақ еліндегі жұлдызды жаңалықтарды ең бірінші болып білгің келсе, біздің арна